Бүгін керемет сүзбелі қамырдан дайындалатын рогаликке жасаймыз. Іші осылай болады. Алдымен барлық ингредиенттерді дайындап аламыз. Келесі кезекте алдымен табаққа сүзбені қосамыз. Және де үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Содан кейін барып сүзбемізді блендермен езіп аламыз. Сүзбе осылай езілуі қажет. Ендігі кезекте үстінен қант қосып араластырып аламыз. Енді жұмыртқа қосып араластырамыз. Және үстіне қопсытқышты себеміз. Келесі кезекте ұнды аз-аздан қосып араластырамыз. Ендігі кезекте қамырымызды иілейміз. Қамырымыз дайын. Ендігі кезекте қамырымызды 4-ке бөліп аламыз. Бөлінген 4 қамырдың біреуін алып иілейміз. Қамыр видеодағыдай ілінгеннен кейін осылай 3 бұрышқа бөлеміз. Ендігі кезекте осылай 3 бұрыштың біреуін алып ішіне шоколад қойсақ болады. Және де осылай ораймыз. Мен начинка ретінде шоколад алдым, бірақ сіздер басқа да джем, бал және басқа да ингредиенттерді қоссаңыздар болады. Келесі партияны тура осылай жасаймыз. Тағы да тура солай 3 бұрыштарға бөліп шығамыз. Осылай тағы 2 партияны жасап шығамыз. Біздің соңғы рогаликтерімізді противеньге пергаменттің үстіне қоямыз. Енді алдын ала қызып тұрған духовкамызға рогаликтерді саламыз. Рогаликтер 20 минут тұруы қажет. Мінекей біздің керемет рогаликтер дайын болды.